Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Telegram бот арқылы қалай кредитный историяңызды білуге болады, сол туралы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін біз Telegram жүйесіне кіретін боламыз. Іздеу жүйесіне первый кредитный бюро дегенді жазатын боламыз. Сол кезде бізде осындай бот шығады. Ең алғашы біз старт дегенді басатын боламыз. Старт деген басқан кезде бізге осындай бөлімдер шығады. Осы бөлімдердің ішінен жеке несиелік есеп дегенді таңдайсыз. Міне, оны бізге қайдан алу керек екені туралы ақпарат жіберетін болады. Яғни ETP арқылы осы көрсетілген сілтемеге кіру арқылы өзіңіздің жеке несиелік тарихыңызды алуыңызға болады. Келесі жеке несиелік рейтингті көруге де болады. Ол үшін мен өзімнің енімді жіберетін боламын. Яғни көрсетілген есеп кездесу үшін жасалады дейді. Яғни менің өзімнің кредитный историямды осы бөлім арқылы алуға да болады. Бастайын. Яғни электронный поштам дұрыс емес болса, қайта жөнелту керек дейді. Растаймын. Енді бұл жерде кредитный историяны жаңағы көрсетілген төлем арқылы алуға ол 100 теңге ма сондай тұрады. Енді мен оны алып көрген болады. Мысалы үшін мен қолдырмау жемесін басып шығып кетемін. Одан кейін несиелік тарихын бақылау деген бар. Бұл да өз жазылым бойынша 5 теңге. Өзіңіздің еніңізді жазып кіре бересіз. Одан кейін бар. Несиені тоқтату деген бар. Ол стоп кредит. Оны сіз осы көрсеткен сілтемеге кіру арқылы ETP-мен өзіңіздің стоп кредитке қоюыңызға болады. Яғни бұл жерде тілдер таңдау деген бар. Қай тілді таңдайсыз? Орыс тілі болса орыс тілі, қазақ тілі болса қазақ тілі. Осы тілдерді көрсетіп, сіз өзіңіздің тіл жағынан қиналатын болсаңыз, қазақ тілін орыс тілін таңдап, өзіңіздің мүмкіндігіңізді көрсете алатын боласыз. Олай болса, бүгінгі көрсетілім осымен аяқталды. Аман сау болыңыздар.